Хей, йоу, сәлем майжүректерім қалдарың қалай? Бұл сендермен бірге майжүрек ағайларың, яғни Нұрсұлтан ағай. Құрметті талапкерлер, құрметті ұбт тапсырушы жандар, мен жаңа форматты бастадым. Бүгіннен бастап, яғни сіздерге жалпы ұбт-ға негізгі келетін тақырыптар, соның ішінде мына 6 сынып пен 11 сынып арасындағы тақырыптарды бөліп, мен соны YouTube арнаға дайын видео сабақ ретінде салатын боламын. Бұл жердегі басты мақсат не? Бірінші кезекте осы Қазақстан тарихын оңай, түсінікті тілде жеткізу менің миссиям. Екіншіден, ұбт-дан курс сатып алуға әсіресе мүмкіндігі жоқ талапкерлерге бұл жақсы мүмкіндік. Сол жалпы осы сабақты түсіну арқылы, көру арқылы сіздер жалпы сәл болсын өздеріңіздің дайындықтарыңызды күшейте аласыздар деген мақсатпен сіздерге осы сабақты әзірлеген болатынмын. Жалпы өзім туралы қысқаша айтып өтейін, кейбіреулер танып жатар, кейбіреулер мені танымай қалуы да мүмкін. Менің есімім Нұрсұлтан болады. Мен жалпы осы Астана халықаралық университетінің 3-ші курс студентімін. Негізгі мамандығым менің ағылшын тілі мұғалімі болып табылады. Бірақ алайда мен бұрын осы білім беру орталықтарында Қазақстан тарихы пәні бойынша ұбт-ға дайындайтын мұғалім қызметін атқарған болатынмын. Сондықтан да менің кличкам Майжүрек ағай, осы кличка бойынша сіздер мені танып білетін боларсыздар. Жалпы менің осы жасаған еңбегіме қолдау ретінде осы арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып, сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіңіз ұбт-ға тапсыратын, және де осы менің әлеуметтік желілерім, соның ішіндегі Instagram, TikTok желілеріне тіркеліп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болып кететін еді. Ендеше көп сөзбай бастайық. Біз негізі жалпы сыныптар бойынша әрі қарай жылжитын боламыз, балалар. Яғни 6-шы сыныптан бастадым мен бүгін. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз ол бізде түрік қағанаты, Бірақ алдымен негізі мәселеге көшпес бұрын кіріспеден бастан келіп отыр. Себебі бізде 6-шы сынып негізінде ол осы орта ғасырлар. Яғни ол бізде Қазақстандағы орта ғасыр кезеңін толығымен көрсететін бөлім болып табылады негізі бұл кітапта. Яғни бірінші кезең ол бізде қараңыздар түркі кезеңі болып келеді. Яғни бізде ол осы 6-шы және осы 13-ші ғасырдың басына дейін, яғни түрік қағанатынан бастап осы жалпы орта ғасырлық ғұламаларға дейін кезеңді қамтиды екен. Одан кейін бізде моңғол кезеңі басталады, яғни 13-ші ғасырдың басында біз білеміз Шыңғыс ханның осы жаулап алушылық соғыстары, Алтын Орда, Ақ Орда деген сияқты мемлекеттерді Қазақ хандығына дейінгі кезеңдерді талқылайтын боламыз. Яғни орта ғасырлық Моғолстан, Ноғай ордасы деген секілді мемлекеттерді, яғни 15-ші ғасырдың ортасына дейін. Себебі біз білеміз, Қазақ хандығы осы 15-ші ғасырдың ортасында, яғни 1465 жылы жалпы құрылғандығын, Ал енді ең соңғысы бізде ол Қазақ хандығы кезеңі, яғни ол бізде 15-ші және 17-ші ғасыр аралығында, яғни соның ішінде біз Қазақ хандығының құрылуын және де қазақ тарихында ерекше мәнге ие болған хандардың, соның ішінде Қасым, Есім, Хақназар, Жәңгір, Тәуке деген секілді хандарды, Абылай хандарды, сонымен қатар қазақ хандығының этникалық тарихын, соның барлығын, хандықтың өрлеу кезеңін бәрін толығымен қамтып өтетін боламыз. Жалпы бұл барлығы негізі ұбт-да кездеседі, балалар. Енді көп сөзбай негізгі тақырыптарға көшейік. Менің форматым бойынша сіздерге презентацияны қысқа да нұсқа ретінде дайындадым. Оның ішіне өздеріңізге керектілерін жазып алсаңыздар да болады, я болмаса оны оқып алсаңыздар болады, оны өздеріңіз білесіздер. Ең басты сіздер тақырыпты түсініп алсаңыздар болғаны. Енді кеттік. Түрік қағанаты. Негізгі тақырыпты оқу барысында балалар сіздер бірінші кезекте осы түркі қағанатының қалыптасу тарихын білесіңдер. Сонымен қатар мемлекеттің құрылуы мен нығаюының себебін түсінесіңдер. Қағанат, ашина, ел, будун, бек, ер, этникалық сана сезім ұғымдарымен танысамыз, және де осы оқиғалардың өзара байланысы арқылы балалар біз түрік қағанатының құрылуының тарихи маңызын анықтайтын боламыз. Мынау менің қазіргі инста парақшамның жалпы логин емес, негізі ник десем болады. Осыған жалпы тіркесеңіздер болады, пайдалы ақпараттарды міндетті түрде кездестіресіздер. Кеттік. Негізгі жалпы кіріспе кезең былай болады, балалар. Түркілер алғаш негізінде Қытай шекарасының батысында, яғни Алтай тауларында өмір сүреді, балалар. Содан кейін ол біз білеміз, кейіннен барып Бумынның басшылығымен оның иеліктерін өзі Хуанхэ жағалауына дейін кеңейтіп тастайды. Қытай деректері балалар негізі осы түркі тарихының негізгі дерек көзі болып табылады. Өйткені ең алғашқы деректер осы Қытай дерек көздерінде кездеседі, осы түркілер туралы.
Жалпы енді Қытай деректеріндегі алғашқы мәліметтер қандай? Алғашқы деректер балалар бізде негізі 542 жылдан бастап кездеседі, яғни уже жылдар кетіп жатыр. Жылдарды жаттап алуымыз керек. Сонымен қатар түркілердің негізгі жауы біз білеміз жужандар болды осы кезде, иә. Түркілер осы жужан қағанына салықты темір түрінде төлеген болатын. Енді келесі, біздің білу керек нәрсе, яғни түркі сөзінің мағынасы қандай? Бізде жалпы түрік сөзі балалар негізі берік күшті деген мағынаны білді. Негізгі билікті жүргізуші ол бізде Ашина әулетіне тиесілі болды. Яғни біз білеміз, кейініректе осы барлық тайпалардың ортақ атауына айналады. Және де түркі тайпаларының бір бөлігі бізде теле деп айтылады. Ол бізде осы ұбт-да кездеседі осы сұрақтардың барлығы. Енді кеттік, келесі жужандарға қарсы күрес қалай болды? Негізі түркілер балалар осы жужандардың тепкісін көрді. Негізі осы Бумын бастаған түркілер көтеріліс жасайды да 552 жылы жужандардың әскерін талқандап, нәтижесінде Бумын түркі елінің қағаны болып жарияланады екен. Бұл бізде міндетті түрде ұбт-да кездеседі. Жазып алайық. Балалар, бірақ сіздерге ескерту, егер де түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, еш нәрсе кетпейді. Біз бәріміз адамбыз, пендеміз, қателесетін жеріміз болады. Бірақ қайталаудың арқасында көп қайталап біз егер оқи берсек, ол біздің миымызда міндетті түрде сақталады. Сондықтан паникаға салынбаймыз. Жарай ма? Кеттік, келесі. Енді түркі қағанатының құрылуы. Түркі қағанаты балалар бізде негізі 552 жылы осы түркі қағанатының негізі қаланады, иә? Біз білеміз. Сөйтіп қағанаттың негізін қалаушы бізде ол осы Бумын деген атақты қағанмен негізгі есіммен байланысты екен. Одан кейін балалар бізде Мұхан қағанның дәуірі келеді, яғни 553 пен 572 жылдар аралығы. Себебі Бумын қайтыс болғаннан кейін билікке осы Мұхан қаған келеді. Ол осы жужандарды түбегейлі талқандап пачақ-пачағын шығарып тастайды. Одан кейін қағанат бізде әрі қарай күшейеді де жаңа деңгейге көтеріледі екен. Мұхан қаған балалар негізі осы түркілердің орталық Азия мен оңтүстік Сібірдегі негізгі үстемдігін бекітеді екен. Міне ол осы сұрақ міндетті түрде келеді. Неге? Себебі алдыңғы дәл осы 2025 жылғы ұбт-да осы сұрақ кездескен тұғын. Яғни Мұхан қағанның жасаған істері қандай болды? Ол бізде әрине осы орталық Азия мен оңтүстік Сібірдегі үстемдігін бекітті деп айтамыз. Дұрыс па? Кеттік. Енді кеттік. Келесі бізде Иштемей қаған. Жалпы олның билігінің тұсында балалар бізде Қазақстан мен орталық Азия аумағы толығымен бағындырылады. Яғни одан кейін бізде Еділ мен солтүстік Кавказға дейін жетеді территория. Одан әрі қарай сонымен қатар түркілік қуатты империяға айналады. Соның ішіндегі әскери империяға айналады. Балалар бұл міндетті түрде келеді тоже. Яғни Иштемей қағанның жасаған ерліктері деп сондай-ақ келтіріп келеді. Яғни оның тұсында бізде қуатты әскери империяға айналады түркі қағанаты. Сонымен қатар Еділ мен солтүстік Кавказ бағындырылып, Қазақстан мен орталық Азия толығымен бағындырылады екен. Келесі, халықаралық қатынастар. Жалпы біз білеміз, 6 ғасырдың жалпы 60 жылдары балалар түркі қағанаты сол замандағы мықты империялардың бірі, соның ішіндегі Византия, Иран, Қытаймен байланыс орната бастайды. Ал осы 6 ғасырдың 70 жылдары бізде осы қағанаттың жері Манчжуриядан Босфорға дейін созылады балалар. Енді жужандар тағдыры қандай болды? Біз білеміз, Бумын қаған бытшын шығарып тастады деп біз басында айтып кеткен болатынбыз. Бірақ олардың тағдыры қандай болды? Негізі жужан мемлекеті балалар осы 5 ғасырда құрылады. Кейін түркілер талқандалған соң негізі бір бөлігі олардың Кореяға кетіп қалады, оның бір бөлігі Қытайға кетеді, ал басқалары батысқа қарай қоныс аударып кетеді. Негізі дедік, бұл тек жаулап алу емес, ірі көші-қон қозғалысына айналып кетеді. Келесі, эфталиттер мен соғыстар. Дәл осы эфталиттерге қатысты балалар осы 2025 жылғы ұбт-ның базасында осы сұрақ кездескен болатын. Яғни осы 6 ғасырдың 80 жылдары біз білеміз, түркілер Парсымен одақтасады. Неге? Өйткені олар бірлесе отырып, сол кездегі қуатты эфталиттер мемлекетін бірге талқандайды. Пачақ-пачақ шығарып тастайды. Сөйтіп, кейін мұра бөлуге байланысты бірақ жанжал шығып кетеді. Сөйтіп, содан кейін Парсы түркілерге алым төлеуге міндеттеледі. Өкінішке орай, сәл енді лоқтау болып қалады. Кеттік. Келесі бізде Ұлы Жібек жолы. Балалар, жалпы негізі Ұлы Жібек жолын біз білеміз, өте маңызды сауда керуені болды, иә. Ұлы Жібек жолында көп сөйлейді, біз тек тауар саттық, басқа қылдық жоқ. Ол өте үлкен жүйе болды. Мәдениетаралық қарым-қатынастардың, соның ішінде халықаралық қарым-қатынастардың, діни қарым-қатынастардың секілді, сол өте үлкен маңызды рөлге ие болды. Қазіргі біздің Пиндоду сияқты ғой. Енді қараңыздар, түркілер балалар негізі орталық Азияны жаулап алғаннан кейін олар осы Жібек жолының үлкен бөлігіне иелік етті. Біз білеміз, себебі осы
Орталық Азия, соның ішінде Қазақстанның оңтүстігі бастап барлығы жібек жолының орталықтары болды. Мынау Отырар, Сайрам деген секілді қалалар, Испиджаб деген қалалар, Сөйтіп, жібек саудасы балалар түркі қағандарына мол пайда алып келеді. Сөйтіп, жібектің негізгі сатып алушысы сол кезде Византия империясы болған. Енді келесі Византиямен дипломатиялық байланыс. Жалпы біз білеміз, 560 жылы елші Маниах Византияға барады. Сөйтіп, осы түркі елшілігі император сарайында зор құрметпен қабылданып, бұл осы түркі қағанатының халықаралық беделін арттырады. Бұл бізде балалар осы Жұбанышевта, Айбек Оразымбетте, сонымен қатар ұбт-ның негізгі сұрақтарында, А деңгейлі сұрақтарында осы 560 жылы елші Маниах дегендер осыдан барлығы кездеседі. Сондықтан түртіп алыңыздар. Кеттік, келесі. Одан кейін бізде жалпы түркі Византия одағы, яғни түркілер мен Византия негізі парсыларға қарсы әскери сауда келісім жасайды. Нәтижесінде 568 жылы елші Маниах Византияға барады. Сөйтіп, кері қайтқан кезде Византия елшісі Зимарх қаған ордасына келеді. Яғни елшілікпен алмасады. Яғни осы жерден шатасып алмау керек. Яғни түркі елшісінің аты Маниах, ал Византия елшісінің аты Зимарх болды. Кеттік. Нәтижесінде қандай болды? Түркі Византия одағы нәтижесінде түркілер мен Византия осы парсыларға қарсы әскери сауда келісімін жасайды. Сонымен қатар 568 жылы елші Маниах Византияға баратын біз бәріміз жақсы білеміз. Одан кейін кері қайтатын кезде Византия елшісі Зимарх қаған ордасына келеді. Дерек көздерде балалар Византия елшілігінің негізі осы түркілерге бірнеше рет барғандығы айтылады. Және де түркі Византия арасында тұрақты сауда және дипломатиялық қарым-қатынас орнай бастайды. Ал осы 6-шы ғасырдағы осы Византия теңгелері негізінде осы байланыстардың дәлелі болып табылады қазба жұмыстарының нәтижесінде. Ал енді қуатты мемлекеттің де әлсірейтін себептері мен салдарлары болады. Оның негізгі себептері қандай? Негізі жалпы 6-шы ғасырдың балалар 60-90 жылдары қағанат қуатты мемлекет болған то. Алайда бірақ түркілер Қытайды өздерінің кіріс көзі ретінде санағанымен Қытайлар бұған қарсы шығады да күресті басты міндетке айналдырады. Сөйтіп, дағдарыс кезеңі алып келеді. Яғни 6-шы ғасырдың соңы мен 7-ші ғасырдың басында Қытай күшейеді. Сонымен қатар түркі әулетінің арасында өзара қырқыс басталады, және де далада сұрапыл жұт орын алады. Осы факторлар негізі қағанатты дағдарысқа ұрындырады. Ал негізінде мына кестеге сүйенсек, қараңыздар, кітаптағы кесте бойынша 6-шы ғасырдағы түркілердің Қытай және басқа мемлекеттерден басымдығы қандай болды? Саяси бірлік, жетілдірілген қару-жарақ, көшпелі ұйым, жылдам қимылдау, қарсыластардың әлсіздігі және бытыраңқылығы болады. Негізгі үстемдігінің рөлі қандай болды? Себептері осылар. Ал негізгі жалпы дағдарыс болу себебі міне мыналар болып табылады. Кеттік, енді ыдырау. Жалпы негізі түркілерді әскери күшпен Қытай жеңе алмағаннан кейін олар дипломатиялық жолмен түркі қағанатын каким-то образом ыдыратып жібереді. Сөйтіп 603 жылы қуатты көк түрік мемлекеті түрік қағанаты екі жаққа ыдырап кетеді. Яғни батыс пен шығыс болып біз оны бәріміз жақсы білеміз. Оны келесі сабақтарда бірге талқылайтын боламыз. Ал енді жалпы келесі ары қарай бізде түркі қағанаттың негізгі аумақтарына тоқталайық. Жалпы негізі қағанаттың жері балалар осы Манчжуриядан Босфорға дейін, Сібірден Парсыға дейін. Сөйтіп жаулап қана болмай иелік ету міндеті тұрды оларда. Ұлы қағанның ордасы бізде Алтайда орналасқан екен. Мына картаны жаттап алыңыздар, көзбен жаттап алыңыздар, я болмаса шығарып түсіріп алыңыздар. Міне, осы негізгі аумағы бізде кітаптағы карта бойынша. Енді қағанның билігіне тоқтайық. Жалпы қаған деген кім? Қаған деген ол біз білеміз, қарапайым қазіргі тілмен айтқанда хан, патша, президент, сол түркі заманындағы басшы қаған деп аталған. Қолбасшы әрі жоғарғы билеуші. Ол мемлекетті басқарды, жоғары сот болды, әскерге басшылық етті. Сонымен қатар тайпаны ақсүйектеріне сүйенген болатын. Әкімшілік жүйе бізде негізі Ябғу, Шат, Елтебер деген секілді лауазымдар болған болатын. Ал енді негізгі билеуші әулет кім болды? Негізгі қаған әулеті ол Ашина руынан шыққан болатын. Қаған негізі жасы ең үлкені болып сайланды. Яғни отбасыда кімнің жасы үлкен болды, сол қаған болып сайланды. Кәмелетке толмағандардың арасында олар таққа отырғызған жоқ. Сөйтіп, бұл негізгі осы елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етті. Және де Ашина сөзі негізі кейбір зерттеулер бойынша балалар текті қасқыр немесе аспаннан жаратылған деп келеді екен. Ол бұтыдан сұрақ қалуы мүмкін, яғни Ашина сөзінің мағынасы қандай? Ол бізде текті қасқыр немесе аспаннан жаратылған деп айтасыздар. Енді қоғамдық құрылым. Жалпы сол заманда
қоғамдық құрылым қандай болды? Бірінші кезекте қарапайым халықты будундар деп атады, ақсүйектер ол бізде бектер болды. Сөйтіп барлық тайпалардың жерге және соғыстан түскен олжаға құқы негізі бірдей болды. Қоғам ішінде сонымен қатар таптық қақтығыстар болмаған. Келесі, ерлік пен жасақ. Жалпы негізі ерлік көрсеткендерге сол заманда ер деген атақ берілген. Яғни жауынгер деген мағына. Бектің тұрақты жасағы негізі осы ерлерден тұрды, ең кедей жауынгер де еркіндігін сақтаған екен. Келесі, соңғысы бұл бізде әлеуметтік және діни үйлесім. Ол заманда негізі балалар қағанатта егіншілік, қолөнер, соның барлығы дамыған болатын. Жібек жолымен келген тауардың бір бөлігі осы қалаларда қалдырылып отырды. Жауланған халықтардың негізгі дербестігі сақталды, бірақ олар салық төлеуге міндетті болды. Сөйтіп түрлі діндер бейбіт өмір сүрді, соның ішінде буддизм, христиан діні, тәңіршілік, осы діндердің барлығы бейбіт түрде өмір сүрген болатын. Жалпы негізі балалар, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жалпы ұбт-дан келетін негізгі ақпараттар негізі осылар, осыны жаттап түйіп алсаңыздар, сіздер осы тақырыпқа дайынсыздар. Енді бүгінгі сабақты аяқтау үшін мен мына осы әр сабақты сонда осындай цитаталармен сіздерді жалпы шығарып салатын боламын деп қояйын. Негізгі түрік қағанаты бірліктің, ерліктің және білімнің жемісі. Сендер де сол ата-баба рухымен жігерленіп, ұбт-ны сәтті тапсырасыңдар. Әр қадам болашаққа бастар жол, сенің еңбегің, сенің жемісің. Сөйтіп, осындай жігерлендіру сөздермен мен өзім бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау көрсетсеңіздер, бұл маған үлкен мотивация береді, ынта береді деп қояйын. Сөйтіп, егер де бұл идея әрі қарай дамып жатса, мен нағыз ұбт басталғанға дейін бүкіл тақырыптарды сіздерге түсіндіретін боламын. Сіздерден ең басты маған керек нәрсе сіздердің қолдауларыңыз. Сол. Жарай ма? Менің әлеуметтік желілеріме жазылып қойыңыздар, каналға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достар. Ендеше келесі сабақта кездескенше. Майжүрек ағай сендерді жақсы көреді. Сау болыңдар.